Сәлеметсіз бе? Бүгін біз ортопедиялық шлемді қалай дұрыс кию керектігін және емдеу қанша уақытқа созылатынын қарастырамыз. Шлемге қалай үйренуге болады? Баланың оған біртіндеп үйренуі маңызды. Ол үшін 5 күндік бейімделу режимі бар. Бірінші күн шлемді бірнеше сағатқа киіп көреміз, баланың реакциясын бақылаймыз. Екінші күн уақытты ұлғайтамыз, бірақ аздап үзілістер жасаймыз. Үшінші күн шлемді ұзағырақ киеміз, үзілістерді азайтамыз. Төртінші күн күні бойы шлемде болады. Бесінші күн күні бойы киіп және түнде баланы шлемде ұйықтатуға тырысу керек. Келесі аптадан бастап бала шлемді тәулігіне 23 сағат кию керек. Шлемді қашан шешуге болады? Шлемді шешуге болатын 3 қана жағдай бар. Шомылу кезінде, бас терісін өңдеу үшін, егер дәрігер үзіліс жасауды ұсынса. Емдеу қанша уақыт созылады? Нақты мерзім баланың жағдайына байланысты және маманның бақылауымен анықталады. Ең бастысы шлемді 48 сағаттан артық шешпеу керек. Әйтпесе коррекция процесі бұзылып, жаңа шлем қажет болуы мүмкін. Осы кеңестерді орындаңыз, сонда емдеу барынша тиімді болады. Сайгакорту сіздің балаңыздың денсаулығы біз үшін маңызды.